Barыңызға сәлем, менің атым Сарлықхан Мұхамбет. Бүгінгі видеоның тақырыбы ол қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері. Қазақ мемлекеттігі сан ғасырлар бойы бірнеше мемлекеттердің дәстүрлерін ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан дәстүрлердің бірге қосылуының айқын көрінісі. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан ол ежелгі дәуірден бастау алған мемлекеттік идеясын заманауи деңгейге жеткізген дәлел. Қазақ жерінде өмір сүрген көптеген мемлекеттер өз идеяларын, өз саяси құрылымдарын, басқару жүйелерін болашақ қазақ хандығы құрылуында үлкен әсер етті. Біздің мәдениеттің, салт дәстүрдің құрылуына үлкен әсер етті. Қазақ мемлекеттігін талдап өтсек, бұл жерде 4 маңызды бөлімдер бар. Бұл біріншісі ол қазақ хандығының құрылуының алғышарттары. Қазақстан аумағында ондаған тайпалар, мемлекеттер ғасырлар бойы өмір сүрді. Олардың түпкі тегі біздің заманымыздан бұрын 8-3 ғасырлар аралығындағы сақтар болып саналады. Олар өз заманында мықты әскер ұйым құрып, Парсы патшасы Кир мен Дарийдің жорықтарына қарсы күрескен және оның осы жаулаушылығын тоқтатқан. Одан басқа біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдан біздің заманымыздың 4 ғасырлары аралығында ғұндар тарих сахнасына шықты. Ғұндар өзінің қуатты көпшілігімен белгілі болды. Сонымен қатар ғұндар өздерінің осы көршілері қытайларды соншалықты қорқытып, олардан айлық алтын алып, оларды ұлы Қытай қорғанын құруға мәжбүр еткенінен белгілі. Олардың осы бір орталыққа бағынуы, әскери тәртібі және сыртқы саясаты кейінгі түркі-моңғол мемлекеттеріне, сонымен қатар қазақ хандығына үлкен әсер етті. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдан бастап 5 ғасырға дейін өмір сүрген Үйсін мемлекеті Жетісу өңірінде ірі саяси күшке айналды. Олардың тұрақты астанасы Чигу қаласы, дамыған сауда қатынастары және әлеуметтік құрылымы кейінде болашақта қазақ хандығының құрылуына үлкен әсер етті. Сонымен қатар Жетісу жерін қазақ хандығының отаны ретті із қалдырып кетті. Оған дейін біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдан бастап, 2 ғасырдан бастап біздің заманымызға дейін, біздің заманымыздың 5 ғасырына дейін Сырдария бойында Қаңлы мемлекеті жер бетінде болды және де олар өзінің Қытай мен Риммен қарым-қатынасына, сауда жүргізуіне белгілі болған. Ал орта ғасырлар заманын айта кетсек, Қазақстан аумағында 6-8 ғасырлар аралығында түркі қағанаты, Қарлұқ қағанаты, 756-940 жылдар аралығында Оғыз мемлекеті, 9-11 ғасырлар аралығында Қарахан мемлекеті, 942-1212 жылдар аралығында
Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырлар аралығында және де Найман, Керей мемлекеттері өмір сүрді. Әсіресе түркі қағанаты өзінің ел деген идеясын ең бірінші рет қолданып, осы түркі тайпаларын жинаған ең бірінші ірі мемлекет ретінде танылды. Қазақ мемлекеттігінің құрылуындағы келесі бөлім ол Қазақ хандығының құрылу тарихы және де территорияларының ұлғаюы. 15 ғасырдың екінші жартысында Әбілқайыр ханның өктем саясатына қарсы болған ру тайпалар Жәнібек пен Керей сұлтан басшылығымен Моңғолстанның бас бөлігінде Шу мен Талас өңіріне көшіп барды. Жетісу аймағы 1465-1466 жылдары осы кезде Қазақ хандығының негізі қаланды. Алайда Қазақ хандығы бір ғана мемлекеттің пайда болуы емес, бұған дейінгі түркі мемлекеттерінің дәстүрін жаңарту, олардың тәжірибесін жалғастыру болды. Өзінің территориясын кеңейту барысында Керей хан алғашқы хан болып саналды және ол өз билігін Жетісу аймағына таратты. Ары қарай Жәнібек хан келесі хан болып тағайындалып, Сырдария бойындағы қалаларды жаулап алып, олардың хандық шекара үлкейді және де сол қалалардағы Ұлы Жібек жолы маңызды сауда нүктелері болып саналды. Ары қарай болашақта Қазақ хандығы өз территориясын қазіргі орталық Қазақстан, шығыс Дешті, Қыпшақ, Жетісу, Сырдария, батыс Қазақстан, Арал маңайларына ең үлкейтті. Яғни қазіргі Қазақстан деп айтуға болады.